Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздерге 20 минутта духовкасыз өте оңай дайындалатын торт жасайтын боламыз. Бізге керек банан. Менде осындай сырты қарайған банан бар. Осының іші әппақ. Осыны қолданатын боламын. Банан болмаса, ол міндетті емес. Какао және дүкеннің қаймағы, сахарный пудра, сүт және печенье. Печенье қандай қалауларыңызша қолдана берсеңіздер болады. Қандай бар соны. Енді біз алдымен кремін дайындап қоюымыз керек. Қаймаққа сахарный пудраны немесе қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз толықтай еруі керек. Толықтай жақсылап араластырып, бір шетке қойып қоятын боламыз. Ендігі кезекте біз бананды турап дайындап алатын боламыз. Бананның өте жақсы піскен, жұмсақ, өте дәмдісін алыңыздар. Сонда тортымыз дәмді болып шығады бананның дәмімен. Егерде банан болмаса, қоспай-ақ қосып печеньемен, қаймақпен жасасаңыздар да болады. Мінекей бананды толықтай барлығын турап дайындап алатын боламыз. Осы тортты жасасаңыздар өте аз уақытта өте дәмді торт шығатын болады. Мінекей барлығын дайындап алдым. Бананды турап, креміміз дайын, сүтіміз дайын. Енді осы табағымызға жаңағы жинайтын тортымызды ыңғайлетіп алыңыздар. Осының астына қаймақты бір слой жағып жіберетін болам, және печеньені осы сүтке малып отырып тізіп шығатын боламыз. Сүтке міндетті түрде печеньелерді малыңыздар, сонда жақсы жұмсарып, тез сіңіп, кремі жақсы болып дайындалып шығады. Мен осындай үш қатардан тізіп шығатын боламын. Осы керекті ингредиенттерді қаншалықты жұмсадым, соны видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Мінекей печеньемізді тізіп шықтық. Енді осының үстіне жақсылап кремді жағып шығатын боламыз. Кремімізді жақсылап толықтай жағып шыққаннан кейін, осының үстіне жаңағы турап дайындап қойған банандарымызды тізіп шығатын боламыз. Тортымызды жинаған кезде түп-түзу етіп жинағандарыңыз дұрыс. Сонда бір жағына қисаймай, түп-түзу торт болып шығады. Бананды да барлық жеріне теңдей етіп, бір келкі қып тізіп шығатын боламыз. Және тізіп шыққан банандардың үстін жұқалап, тағы да қаймағымызбен жағып шығатын боламыз. Бұл бананымыздың қарайып кетпеу үшін осылай жұқа етіп бір слой жағып шыққанымыз дұрыс. Жай ғана жұқалап қана жағып шығатын боламыз. Енді осының үстіне жаңағы печеньемізді екінші қатар тағы да сүтке малып отырып тізіп шығатын боламыз. Өте оңай жасалынады және аз уақытта. Мінекей екінші қатар тізіп шықтым. Енді осының үстіне тағы да жақсылап қаймағымызды жағып шығатын боламыз, яғни кремін. Және екінші қатар бананымызды тізіп шығатын боламыз. Тағы да жұқалап, қаймақ жағып шығатын боламыз бананның үстіне. Енді осының үстіне ең соңғы үшінші қатар печеньені тағы да сүтке малып отырып, толықтай тізіп шығатын боламыз.
және қалған кремімізді толықтай бетіне қалың етіп жағып, және шет-шетіне жағылмаған жерлері болса, осы креммен толтырып шығатын боламыз. Мінекей барлық жеріне қалған кремдерімді толықтай шет-шетіне толтырып жағып шығатын боламыз. Және әдемі болу үшін сіздер шоколадты осындай үккіштен өткізіп салсаңыздар болады, немесе осындай мен сияқты какаоны сеуіп шықсаңыздар да болады. Бұл жай әдемілік үшін. Бұл міндетті емес. Енді осы жиналған тортымызды 1 сағатқа немесе 1,5 сағатқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Печеньеміз толықтай сіңіп, жұмсақ болып жұмсару керек. Мінекей тортымыз дайын, өте аз уақытта дәмді торт шықты. Сіздерді жасап көруге кеңес беремін. Барлық балаларға өте ұнайтын торттардың бірі. Мен тоңазытқышта тортты 1,5 сағаттай ұстадым. Өте жұмсақ болып пісіп шығады. Және осылай 4 бұрышты етіп кескенге де ыңғайлы, әр печенье осылай жеке-жеке болып оңай кесілетін болады. Мінекей тортымыз дайын. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыздар. Және де келесі видеоларды жіберіп алмау үшін подписаться батырмасын баса кетіңіздер.